Саламатсыздар ма, студенттер? Менің аты жөнім Дүйсенбаева Мөлдір Серікбековна, физика ғылымдарының магистрі, энергетикалық жүйелер кафедрасының оқытушысы. Пәннің аты жылу тасымалдағыштар дайындау жүйелері мен жабдықтары. Бұл осы зертханалық жұмыс 5-ші және 6-шы зертханалық жұмыстар, яғни 2 зертханалық жұмыс осы бір неде жинақталған. Суды тазартудың ион алмасу әдісі. Жұмыстың мақсаты материалды терең зерттеу, алынған білімді талдау және өңдеу, тақырып бойынша есептерді шешу. Жұмысты тапсырманы тапсыру форматы, сұрақтарға жауаптар мен шешілген есептерді универ жүйесіне PDF немесе JPEG форматында суретке түсіріп жіберу керек. Жоспар: ағындағы судағы ион алмасу. Ион алмасу әдісі дегеніміз не? Процестің физика-химиялық негіздері, экстракция әдістері, технологиялық схемалар мен жабдықтар. Ағынды судағы ион алмасу. Иондық тазалау ағындағы сулардан ауыр металдарды алуға, никель, ванадий, хром, марганец, тағы басқаларын және де фосфор, цианды қосылыстарды, радиоактивті заттарды бөліп алуға пайдаланылады. Бұл әдіс бағалы заттарды қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Ион алмасу процесінде суды тұзсыздандыру кезеңі кең таралған. Иондық алмасудың мәні. Иондық алмасу өзара әрекеттесу процесін білдіреді. Айырбастау қасиеттері бар қатты фазалы ерітінді модулі, ерітіндегі иондар, ерітіндегі басқа иондар. Бұл қатты фазаны құрайтын заттар мен ион алмастырғыштар деп аталады. Олар іс жүзінде суда ерімейді. Ион алмастырғыштардың сіңіру қабілеті айырбастаумен сипатталады. Бұл жытылған иондардың баламаларының саны бойынша анықталады. Бірлік массасы немесе ион алмастырғыштың көлемімен анықталады. Жалпы сыйымдылығы бұл бірлік көлемін немесе ион алмастырғыш массасын толығымен анықтыру. Статикалық сыйымдылық бұл тепе-теңдік кезінде ион алмастырғыштың алмасу қуаты жұмыс жағдайына байланысты. Динамикалық алмасу қуаты бұл ион алмастырғыштың ерітінділерді фильтрациялық шарттарды анықтайтын сүзгіндегі енгізу. Табиғи және синтетикалық ион алмастырғыштар, иониттер бейорганикалық және органикалық болып табылады. Бейорганикалық табиғи ион алмастырғыштарға циолит, саз, минералдар, әртүрлі микробтар кіреді. Органикалыққа табиғи ион алмастырғыштар топырақтың және көмірдің көмекті қышқылдар. Ион хроматографияда ион алмастырғыштардың жіктелуі, яғни олар түрлері, шайыр табиғаты, pH аралығы және қолдану аймақтары көрсетілген. Күшті қышқылды катион алмастырғыш, сульфидтенген полистирол. Ол pH аралы ол 1-ден 14-ке дейін қолданылуға. Катиондарды, витаминдерді, пептидтерді, амин қышқылын бөледі. Әлсіз қышқылда карбоксилденген 5 пен 14 аралығында pH көрсеткіші. Ол ауыспалы элементтердің катиондарын, амин қышқылдарын органикалық негіздерде антибиотиктерді бөлу де қолданылады. Катион алмастырғыш ол полиметакрилат, ол биохимиялық бөлу кезінде. Күшті негізді анион алмастырғыш, аммониялы тобы бар полиметрол, pH көрсеткіші 0 мен 12 арасында. Аниондарды, галогендерді, В витаминдерін, майлы қышқылдарды бөлу кезінде пайдаланылады. Әлсіз негізді анион алмастырғыш, полиамин полистирол немесе фенил формальдегидті шайыр, pH аралығы 0 мен 9 аралығында.
комплекті металл аниондарын, түрлі зарядтағы аниондарды, амин қышқылын, витаминдерді бөлу кезінде қолданылады. Ион алмасу ерітіндінің құрамында иондарды ерітінділермен алмастыруға қабілетті қатты зат. Ион алмастырғышпен ерітіндінің өзара әрекеттесу процесі. Қышқылды қасиеттері бар иониттер электролит ерітінділерінен оң иондарды сіңіруге қабілетті және сілтілі қасиеттері анион алмастырғыштар теріс иондар болып табылады. Егер иондар катиондар мен аниондарды алмастырса, олар амфотериялық деп аталады. Ион алмастырғыштар жасанды, яғни синтетикалық және табиғи, минералды және органикалық деп екіге бөлінеді. Иондық алмасуға арналған кәрізді өңдеу процестері, оның ішінде қоспаларды алу және ион алмастырғыштарды қалпына келтіру кезеңдері немесе үздіксіз әрекеттермен аппараттарда жүзеге асырылады. Ион алмасу реакциялары. Иондар арасында алмасу реакциялары жүреді. Ион алмасу реакциялары үш жағдайда аяғына дейін жүреді. Тұнба түзілгенде, газ бөлінгенде және су түзілгенде. Пакет фильтрі төменгі бөлігінде орналасқан сүзгі бөлімі бойымен суды біркелкі төгуге арналған саңылаусыз дренаж құрылғысымен жабық цилиндрлік резервуар болып табылады. 14-12 А суреті. Бұл жердегі бізге ион алмасу қондырғыларының жалпы схемасы көрсетілген. Ол корпустан, тордан, ионит қабатынан қалыптастыратын сұйықтық багынан, насостан, ионит бойымен жүретін қабаттан тұрады. Бұл суреті, яғни бұл суреті бұл ионитті қабатты қозғалыс. Ол да корпустан, бөлгіш аймақтан, смола бөлігінен, тарелкадан, эрлифттан. Бұл суретінде іркілетін ионит қабатынан корпус, бөлгіш аймақ, тарелка және эрлифттан тұрады. Иондық алмасу төсемінің биіктігі 1,5-3 метр. Жоғары немесе төменнен суды тазартуға, жоғарыдан қалпына келтіретін ерітінді алуға болады. Судың тазартылған суындағы иондардың мөлшеріне қарай сүзу жылдамдығы 8-25 метр секундқа дейін болады. Сутегі түрінде Q2 катиондары бойынша хлоринилин өндіретін ағынды сулардың ион алмасу технологиясының технологиялық сызбасы көрсетілген. 14-13 сурет. Яғни мына суретте хлоринилин өндіретін ағынды сулардың ион алмасу схемасы. Бірінші ағындағы су сыйымдылығы, екіншісі H хлорды өлшеу, H хлоры жиынтығы, үшіншісі 4 сүзгі, 5 толтыру ыдысы, 6 иондық алмасу бағындары, 7 әк сүті диспенсері, 8 қалпына келтіру ерітіндісінің шарасы, 9 айдау колониясы, 10 қондырғы сепаратор, 11 сорғылар, яғни стрелкаларымыз біздің сорғылар, 12 қалпына келтіру ерітіндісінің қабылдағышы, 13 H хлор қалдықтары. Сорғы 2 арқылы резервуардағы қышқылдандырылған ағынды сулар фильтрге беріледі. Мұнда тұнба қоспалары тұнбаға түседі.
сүзінді қысымды резервуардан бірінен кейін бірі ионды алмастырғыш бағандарға дейін өтеді. Әдетте екі баған ион алмасу режимінде жұмыс істейді, ал біреуі қалпына келтіріледі. Өлшеу цистернасынан қалпына келтіру аммиак метанол ерітіндісі төменгі жағынан қалпына келтіретін бағанға жіберіледі. 35-40 градус цельсийге дейін қызатын су қалпына келтірілген бағаны жуу үшін сол метр арқылы беріледі. Пайдаланылған регенерациялау ерітіндісі қабылдағышқа жіберіледі. Мұнда ол метанол мен аммиакты дистилляциялау үшін дистилляционды бағанға жіберіледі. Дистиллят катиондары алмастырғышты қалпына келтіруге оралған аммиак метанол ерітіндісі төменгі өнім фазаларының 10 бөлгіш қондырғысына жіберіледі. Су қабаты ағынды сорғышқа қайтарылады, ал ішкі аминдердің қабаты дистилляциялау және кәдеге жарату үшін жіберіледі. Аммонийдің су метанол ерітіндісімен регенерациядан кейін сутегі түрінде жууға арналған катионды алмастырғыш ыдыс 3-тен алынған 8-10% тұз қышқылдық ерітіндісімен жуылады. Галоннан ағып шыққан қышқыл резервуарда жиналады және ағынды сулардың pH-ын реттеу үшін шығыс метрлеріне беріледі. Процестің физика-химиялық негіздері. Өнеркәсіптік ағынды суларды тазарту үшін фенолдарды, майларды, органикалық қышқылдарды, анилинді, металл иондарын және тағы басқаларын салыстырмалы жоғарғы дәрежемен тазалау үшін пайдаланылады. Бұл экстракция шығындарын өтеуге мүмкіндік береді. Көптеген өнімдер үшін экстракцияны пайдалану 3-4 грамм на литрдан астам концентрацияда орынды. Ең көп пайдаланатын экстракция әдісі фенолдардың айтарлықтай мөлшерін қамтитын қатты отынды тас және қоңыр көмір, сланец, шымтезек термиялық өңдеуге арналған кәсіпорындардан тоспа суларды тазарту үшін қолданылады. Ағындағы суларды фенол өндіру тиімділігі 92-98%-ке жетеді. Экстракция әдісі ластаушы заттардың өзара ерімейтін сұйықтар арасында тиісінше олардың ергіштік арасында бөлінуіне негізделген. Қалпына келтірілген зат концентрациясы тиісінше экстрагентті және тұрақты тепе-теңдік кезінде суда болады. КР бөлу коэффициенті экстракция кезінде динамикалық тепе-теңдікті сипаттайтын және жүйенің компоненттерінің табиғатына, судағы қоспалар мен экстрагентке және температураға байланысты. Тепе-теңдікке жеткен кезде экстрагенттардағы экстрагенттердің концентрациясы ағынды суға қарағанда әлде қайда жоғары. Экстрагентте бөлінетін зат еріткіштен бөлінеді және оны тастауға болады. Экстрагенттен кейін тазалау процесіне қайтарылады. Бір қатар жағдайларда экстракция үрдісі көлемде немесе фазалық интерфейсте болған химиялық реакцияның салдарынан күрделене түседі. Соның салдарынан еритін молекулалары еріткіш компоненттерімен жұмыс істейді. Химиялық реакция жаңа химиялық қосылыстардың пайда болуына алып келеді. Экстракция жылдамдығына әсер етеді. Бұл мысалы қышқылдық органикалық қосылыстар, сірке және бензой қышқылдары, фенол су ерітіндісінен алу кезінде орын алады. Экстракция әдістері. Экстракция арқылы ағынды суларды тазалау бірнеше кезеңдерден тұрады. Ағынды суларды органикалық экстрагенттермен араластыру, қалыптастырушы сұйық фазаларын бөлу, сығындыдан экстрагентті қалпына келтіру. Экстрагенттер мен ағынды сулардың арасындағы байланыс әдісімен экстракциялық әдістер кросс ағынға,
сатылы қарсы тоғыстың қарсы әрекет етуші принципі бойынша жұмыс істейтін бірқатар құрылғыларда су мен экстрагенттерді араластыру және үздіксіз қарсы тотыққа бөлінеді және экстрагенті бар аппараттардан кейін бөлу арқылы қарсы принципі бойынша жүреді. Судағы экстрагерленетін заттардың соңғы концентрациясы материалдық баланстың теңдеуімен анықталуы мүмкін. Онда Sn және S тиісінше бастапқы және соңғы концентрациясы суда алынатын заттар N экстракция сатыларының саны In W бөлінген Q бұл экстравагенттің омега сығындысы көлемінің судың көлемінің қатынасына тең. Үздіксіз қарсы экстракция кезінде су мен экстрагент суда дисперсияны қамтамасыз ететін бірдей құрылғыға бір-біріне қарай жылжиды, ал ағынды сулардың қоспалары үздіксіз экстрагентке тасымалданады. Яғни осы 14-14 сурет. Өндірістік сарқынды суды тазартудың технологиялық сызбасы ағынды сулардың мөлшері мен құрамына, экстрагенттердің қасиеттеріне, оны қалпына келтіру әдістеріне және басқа да факторларға байланысты және әдетте мыналардан қамтиды. Шығарғанға дейін суды дайындауға арналған қондырғылар, цистерналар, флотарлар, механикалық тазалауға арналған сүзгілер, бейтараптандырғыштар, салқындатқыш құрылғылар. Экстракциялық қондырғылар, экстрагенттер буларының экстрагенттер бөлімдерінің буларын алу. Шығару колонналарының құрылымдары ағынды сулар мен сығындылармен байланыстыру жолына байланысты. Бүріккіш және инъекциялық бағандар пайдаланылады. Араластырудың қарқындылығы мен тиімділігін арттыру үшін жақсы пайдаланатын бағандар, ағынды пульсациялы бағандар немесе қозғалатын торлы науалар бар. Колоннаның түрін таңдау экстракциялық қадамдардың қажетті санымен және рұқсат етілген энергия шығындарымен анықталады. Шығару бағандарының кейбір түрлерінің схемасы 14-15 суретте келтірілген. Экстракциялық колонналардың схемасы. Тазартылған судың еріткіш қалпына келтіру қондырғылары суда еритін экстракты әдетте дистилляциялау арқылы қалпына келтіреді. Ол оралған колоннада жүргізе асылады. Колонның жоғары жағында қыздырылған су, ал төменнен ыстық бу. Жоғары бу қысымы бар еткіштерді ауаны немесе басқа газдарды үрлеу арқылы қалпына келтіруге болады. Бұл суды жылыту үшін жылуды азайтуды, сондай-ақ жоғары температура гидролизденуден туындаған еріткіштің шығынынан азайтуға мүмкіндік береді. Жеңіл гидролизденетін еріткіштер үшін судан еріткіш басқа арзан еріткіштен алынатын кезде ағын суларды кетіру әдісін қолдануға болады. Содан кейін айдау арқылы судан оңай алыну мүмкін. Сығындардан еріткішті қалпына келтіру, оларға жылу алмастырғыш, алдын ала қыздырғыш, бір немесе екі реттік қалпына келтіру колонкасы, салқындатқыш құрылғылар, сепараторлар, қалпына келтіретін экстрактор мен жинақталған заттардың жинаушылары жатады. Міне 4-10 схема. Және соңында бізден бақылау сұрақтары қарастырылған. Флокация, бірінші сұрақ, флокация және флотациялау үдерісі, биологиялық тазалау үдерісі, үшінші сұрақ, фильтрлеу және хлорлау, төртінші, қалдықты құрғату үдерістері. Осы сұрақтардың барлығына жауап беріп, универ жүйесіне жүктеулеріңізді сұраймын. Сонымен қатар мына жерде қарастырылған барлық схемаларды дәптерлеріңізге сызып
танысу керек. Осы схемалар бойынша біз соңғы апталарда бақылау жұмыстарын қарастырамыз, және ауызша да сіздер осы схемалардың жұмыс жасау принципін, қандай элементтерден тұратынын маған айтып берулеріңіз керек болады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.